Баршаға сәлем. Үйге кіріп қалсам, үйдің іші тым-тырыс, шошып кеттім. Бір кезде Ахмет жүгіріп шықты алдымнан, мама деп қуанып кеттім. Пакетіңді аш дейді ғой, сразу алған витаминнен бір штугін бердім. Ақсезім не қылып жатыр десем, ұқпыш дейді ғой. Сөйтіп комнатаға кірсем, ұйықтап қалыпты бұл кісі деген. Уайымдап келіп жылап жатқан шығар деп. Сосын Ахметтің бетіне сүйіп қоям, көкесі ұйықтатып тастаған деп. Содан тамағымды жалғастырдым, етімді қуырып, тұзымды салып, сәбізімді ашып, турап-турап осылай қызартып қуырып алып, суын құйып қайнатуға қойып қойдым. Енді мына жақтарды жиыстырып алу керек, маған тез етіп, ато деген атам енем келеді болып қалды, тез етуім керек дедім да, одан да чик-чик еткізіп бірден жинастырып тастайын дедім да. Содан бірден мына жақты чик еткізіп посудаларды жуып алдым. Залға келсем, залымда жайрап жатыр ғой, бұны да қолымның көмегімен чик еткіздім да жинап алдым. Сосын балалардың комнатасында чик еткіздім да жиыстырып тастадым. Сосын мен күрішті осылай өлшеп саламын, 2,5 кесе салдым. Содан кейін қайнап тұрған суға 15 минут бұқтырып қойып қоямын. Жақсылап іседі. Салқын суға жуып алып, қазанға саламын. Бір саусақтай асырып, суын құйып қойып қоямын. 35-40 минутта дайын болады. Оған дейін садиктен Ақжанды алып келдім. Енем де жұмыстан келген екен. Палауым да пісіп дайын тұр екен. Шайымды тақтап, тамағымды салдым. Ал бізге ас болсын.